Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силер менен кайрадан кыргыз элинин Манас баатырлык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, Сагынбай Орозбаковдун вариантынын негизинде мен 5 томдуу роман жазган элем. Кара сөз түрүндө. Мына бул китептер силердин көз алдыңарда турат. 5 том тең. Бул жерде мына 5 том толук бойдон көз алдыңарда. Мен бул китептеримди Кыргыз Республикасынын Билим берүү академиясы тарабынан текшерүүдөн өткөрдүм. Жана азыркы учурда 5 томдугун мектептердин кыргыз адабияты программасына киргизилди. Жана Манас эпосун окууда кошумча окуу куралы катары сунушталды. Мындан тышкары мен 8 жана 11 класстын окуучулары үчүн атайын иш дептерин дагы иштеп чыгып, буларды дагы Билим берүү академиясы текшерүүсүнөн өткөзүп, учурда бул дептерлер дагы толук бойдон мектеп программасына кошулган. Манасыбызды андан ары өнүктүрүү жана жайылтуу максатында мен 5 томдук романымды орус тилине котордум. Орус жана кыргыз тилиндеги романдардын варианттарын атайын интернет сайт ачып, epos-manas.com деген сайттын барактарына ушул 2 китептин электрондук варианттарын койдум. Кимде ким кааласа, ошол жерден китептердин электрондук варианттарын алышы мүмкүн. Азыр болсо мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Он 4-чү бап. Манастын Панус канды жеңгени. Манастын аскери чаап алууну туруп жаткан Ташкентте бул учурда турмуш демедегидей өтүп жатты. Шаардын буюм базарларында үйнөн 4 тарабынан келген кымбат баалуу кездемелер, кийимдер, сыртта ар кандай сүрөттөр, оймо чиймелер менен кооздолгон идиш аяктар, алтын, күмүштөн жасалган сырга, илериктер, шакектер соода катарларында жайылып, кимди болсо да суктандырбай койбойт. Мал базарларында болсо тоодой даңкайган, көздөрү ачуусунан канга толгон букалар мөөрөп, таза кандуу күлүк аргамактар кишенеп, куйруктары салаңдаган семиз койлор маарап, айлананы шаңга белеп турат. Ташкенттин таштак ири бууру көчөлөрүндө өз жумуштары менен шашып жүргөн шаардыктар кандын буйруктарын тез аткаруу үчүн аттарына камчы уруп, текирен таскакка салып чапкылап жүргөн жоокерлер өстүргөн мөмө жемиштерин базарга өткөрүүгө келген айылдыктардын кош ат жегген арабалары толтура. Бирок бул тынчтык туруксуз жашалма экендиги ар бир адамга сезилип жатты. Кыргыздардын колу Ташкентке карай жол тарткандыгы тууралуу кабар угулгандан бери шаардыктардын тынчы кетип, келечеги кандай боло тургандыгына көзү жетпей, коопсуз чараларын алдын ала көрө башташкан. Муну көчөлөрдө узун найза кармаган сакчылардын көбөйгөндүгү, соода дүкөндөрүнүн эрте жабылгандыгы, күн баткандан кийин кербен сарайларда мурдакыдай шарактап эс алып отургандар саны кескин азайгандыгын далилдеп турат. Мындай чөгүнкү маанайга орто бойлуу, чапчаак, кара тоору, толмоч келген Панус канды алдырган эле. Элинин ишин алып, аны дүрбөлөңгө салбоо үчүн ал шаардын ортосунда жайгашкан, тегереги бийик, узун коргон менен курчалган, таштан салынган хан сарайында
алдыдағы соғышқа тым ұзын даярлықтарды көріп жатты. Анын ойы бойынша дұшманның шаһарға кіріп келушіні бөгет қойылған барлық шаралар көрілді. Ошондуктан башына алтын тажы, üstüne uzun kızıl çapan, darına takası büyük kızıl örtük giygen, beline altın жазы, kara kurbaylangan, panuskan, eşten sözün bek kapar, sarayında altın tahtısında oturdu. Sırtta gün ayabay ısıp etkendikten, al sarayın бар terezelerini açtırıp salgan. Kabul alı bölmesinin terezesinden көрінген çayıtta açık asmandı, тікте отырған панус қапысынан бапылдаған кернейдің, тақылдаған зұрнайдың үнін ұқты. Емне болып жатқан кеткеніне түшінбей қалған қанға ұзын бойлы, сары жүзді, арық шырай, туралық аяғы шырқап келіп, алаштар айғал ашып, қалаға кірішкенін білдірді. Аларды қабарлыққан панусқан қорққанынан есуы жерге құлап düştü. Tuğralı hanım canına çırpıp vardı. Hanım başını çayqap, ökünüştü söyledi ayar. Alaşların kavarını antarılsanız, özlerin көргенде canınız kantip çidaydı eкен. Al betine suunu bürküp, kanın arаңдан zorға esine keltirildi. Badirek çalgan, nağılıp söyledi Panuskan. Dövlet baktımdan, tacı taktımdan ayrıldım. Alaşlara karşı yürüyen askerimden kuş tilince kavar yok. Batımın balbanımın bağırı ketip yok oldu. Eğer de kol jiyip karmaşa ketsem, çantuğa darmanım kelbes bile. Kapı olmamız kanım, cuvata başladan turalık. Bizin askerlerimiz köp, kuturgan alaşlarda oңойлы жеңебиз. Kaydan değilsin, başın kapalı uçak kan. Men çantuğunun birliklerin aldığıyla sezdim. Anın kansı da yolu bolğon eken. Bolbosa Alaşlarga karşı 400 askerli jiberdім. Düşmanды жеңгенин ордуна алардан ушул күнгө чейин дайын жок. Тетиришинче балекет болуп кыргыздар üstüme келип калды. Korkqandan Panus canını saqlap қалу үшін sarayın qurshab turgan qo'rg'ondagi darvozaсын qulp salib bekitdi. Qirg'izlar bo'lsa qal'aga kirib, chaqchalakka salishib, qujuldatib, Xitoyni quvib kelishib, yurib chiqqan itlarni qiyiga tushib, qiygilatib Xitoy qiylasin qarmab olishdi. Qolganlari qochishdi. O'shantib alashlar Azim şahar Taşkent'e aralaşa konuşup kalanın içinde dabır dübül çuğ oldu. Manastın xarından korkkan Panuskan mal mülkün, baylığın taşlap üyülesimen şahırdan kaçıp etti. Kırgızlar hanımının işi yok. Ar sonundan alışıp kalada 40 güne salıştı. Askerlerin abalı dağı bir yol tanışıp çıkkandan keyin Kıran Manas қаладан ancha alışımı жайгашкан Улуу Тянь-Шань тоғысын көрдü. Ысык шаарда жатып улуккан баатыр эрмекке уу кылуу үчүн анын жолуна чыгууну чечти. Ал 90 аскермен ак суу тоосуна бет алып, чыйырчыктын башына барды. Анын жаратылышына, жаныбарларына суктанып, аябай ыраазы болду. Andan arı Manas jirkendi, Çişkandın başı karılını kıdırıp çıkıp, Tulustun jeri körgönden keyin kayra tarıktı. 7 gün yol жүрүп, Çanaç, Kindik деген жерге барып, ойду көздөй бет алып, Manas 7 бугун, 3 аккар кийик атып алды. Улар туудан айланып, Баатыр 6 гана келделикти ашып, Көкөтөйдүн тобуна келген Kırgızlar жашаган Баянды деген жерге барды. Алардын эч кимиси мурда Көкшал Баатырды көрбөптүр. Мунун айынан Манас менен жергиликтүү калктын арасында түшүнбөстүк келип чыкты. Ал мындайча башталды. Манас Баяндыга келгенде көк жөптөрү жайкалып, жыш өскөн кең талаада ондогон койлор жайлы жүргөнүн көрдү. Бул жерде кимдер жашайт? Суроолу тиктеди ал
жанындағы нөкерлеріне. Алардың ешкімістің бұл жөнінде хабары жоқтығын білгенден кейін Манас аскерлерімен қой бағып жүрген башына ескі ақ қалпақ, үстіне ұзын жеңді қысқа қара шапан, бұттарына жыртылайын деп қалған тамтығы шыққан қара шарық киген, қолына қойларды айдау үшін ұзын тал шыбық қармаған ол 11 жастағы баланың жанына келді. Мөнді пайна қалмақшы салам айтты батыр. Саламға жауап берген орнына арық шырай, тармал шач, сары жүзді қойшы бала ачулана баштады. Ой, сен неге қалмақшы салам беріп жатасың? Атырыңды алманасың. Себебі барған үшін саламда ұстамақ керек, деді Манас. Жоқ, тек башын чайқады бала. Біз мөнді пайнаны айтпай, андай тілі таштадық. Алым келсе, ұшыл жерде айланды кетіретілім. Неге? Таңғалды Манас. Біз жаңы өрлікті баштадық. Аңдап білсек, жаңыдан алаш бұрғынан екенбіз. Баланың жоғын ұққан батыр елкістен күліп жіберді. Кома, қандай, балам, деп қытайша салам берді Манас. Қой шәке, аңдай сөзді. Емем не дейлі? Манас балаға сұрауы түзеді. Саға қантып салам берейлі. Бізге азыр 6 айдан көп туған Ташкенге келіптір. Аларға атам басы Абу Насыр Замани дегенді көрішкен жерде айта тұрған бөлек бір сөз айтып тұр. Ал көңіліме шығып қалды деп ұяла жауап берді бала. Манас аға мейірімді қарадым. 6 айдан келген туғанды атам не деді? Жаман деді, жақсы екен деді. Бұл туралы өзіңір білмейсіңер ме? Шекті сұрады бала. Жоқ, білмейміз. Жергілікті болып тұр, мұндай несі туралы қантып білмей қаласыңар. Дегісер кімсіңер? Оғы өте шектенді бала. Саға жайымды айтайын, аны жоғышта сөйледі Манас. Біз Баймырза келін тобынанбыз. 6 айлық алаш келгенде ұруға кетіп, емі қайтып келе жатамыз. Ошандықтан сен жаңын келген туғандың жайын айтшы. Атаң Манасты, башқасын қандай деді? Сұрауларға жауап беру үшін бала батырды тіке қарап, анын сүріне жол шығанынан аттан құлап жығылып, ата келіп қалды. Балам, саған не болды? Тыныштығын сұрады Манас. Келпегің жазы, көзің жоқ, кішіде сендей шындық жоқ, өте айбатты екенсің. Жолаушы болсаң жол алғын, жортушы болсаң қойды алғын. Бірақ сені менен сөйлеспеймін. Себеп бұт екен, екі көзім деп қорққаннан бала өңгіре билей баштады. Манас мен жауап келген баланы еркелетіп, аны соғырата башташты. Ал жаңылы тыныштана баштағанда асты жақтағы сеңгілден айғай шығып қалды. Олар не деген ұзышу? Таңдана сұрады батыр. Не бәле болып кетті? Кейін белгілі болғандай, бұл Алаукенің бұйрығыменен Манасты байқамаққа, ығы келсе аны чап алу үшін Ташкенге чалынға бара жатқан Қиту Чаганың 1000 әскер екен. Ұзын бойлы, жеңдалылы, қырдач мұрынды, сары жүзді Қиту Чага Алаукенің ең атақты балуандарының бірі. Қырғызстардың 6 айдан келіп, ата-бабаларының жерін бошап жатқандығын ұғып, қыжыры қайнаған балуан Алауке аны қырғыздарға қарсы жортуылға жіберусін шыдамсыздық менен күтіп жүрді. Тілегі қабыл болып, күндердің бірінде аны Алауке хан сарайына шақыртты. Қалмақ башына көк туылғасын киіп, күлік қара атына мініп, өз албастан ханға жетіп барды. Сен қолыңменен Ташкенге жөнөгін, деді ұйқысыз түндердің айынан көк көздері қызарып шыққан Алауке. 6 айдан келген Манас қан паныстың түбіне жетіп, ақын бешімді алды. Ташкенде қазақ, қырғыздар болса, аябай кесірлік қылды. Алар эмне қылышты? Сұраулы түстеді Қиту Чага. Кесіл болбай неткені, туған сынып, Манастың қолына қошылып, басшысы көкөтөй түпке жетерқан болды. Шабағы рақмақтар, тіштерін қычырата сөгінді Қиту Чага. Biz benim 3 жыл çoğu жашап жүріп,
Kıyın кезеңде çıkınçılık kılганын карачы булар. Оба, кейişti başını kedi alıyor. Biz bularning bizi qaytarılıp, жүрөгүн үшкетip, толугу бойдан багынды деп жүргөн элек. Көрсө, алаштар эч нерсени унутпай бизге чабыл коюп учурду күтүп жүргөн турбайбы? Туура айтасыз. Буруттар ушул мезгилге чейин котук ташын койнунда сактап жүрүшкөндүгү айдан ачык болду. Мындан көп жылдар мурун Ыран-Күдүк кечил буруттарда Манас деген баатыр туулат, түбүбүзгө жетип, бейжиңди алат деген эле. Биз тынчсызданып, аны аябай издеп, таба албай койгон элек. Эми ошонун азабын тартып жатабыз. Ага көп кайгыра бербеңиз, каным соорото сүйлөгөн экен кыйтуучага. Биз андан кем эмеспиз. Кайда бир тентип келген бурутка алым жетпесе, анда атымды башкача коёмун. Мен аны сөзсүз жеңемин деп эрдемсинде калмак. Баракелде баатырым, ыраазы болду алып. Анда 1000 аскерди алып Ташкентке чалгынга барды. Ал жердеги абалды, Паныс кандын үлүү тирүүсүн билген. Макул ханым, мен көп жүргөн, 6 айдан келген аскыр кызды талкалап, акыретке жөнөтүп, Көкөтөйдүн жылкысын тийип алып келемин. Алып кыйтуунун сөзү майдай жатыр. Ак жол сага баатырым деп балбанга батасын берди. Канынын буйругун аткарып, жооп кийимин кийип, белиндеги алтын кара куруна узун кылычты байлап, колунун узун найзасын кармап, кыйтуучага жоопкерлер менен дароо жолго чыкты. Бир нече күн жүргөндөн кийин ал Манастын тоодо жүргөнүн байкабай, Баяндыга келип калды. Бийик тоонун башынан айланан көз чап турган калмак жайытта 7000 жылкы жайылып жүргөнүн көрдү. Аларды кайтарган жылкычылардан башка каршылык көрсөтүп турган эч ким жоктугун түшүнгөн кыйтуучага мыйыгынан жылмайды. Кудай жолубузду ачыптыр, кайрылды ал жоокерлерине. Алдыбызда Көкөтөйдүн эсепсиз жылкысы жатат. Аны кайтарган аскер да жок экен. Аны чаап алып, Олжоготун алга жигиттер. Калмактар добулбас кагып, жылкыны үркүтүп, жабуулашып кыйкырып, жабулар жылкыга тийишти. Дал ушул узучууну койчу баланы сүйлөшүп аткан Манас уккан эле. Кырдаардын чөө жайын түшүнгөндөн кийин астан Манас 90 жолдошу менен кыйтуучага анын 1000 аскерин утурлап жөнөштү. Бет маңдайына келип калган кыйтуучаганын кол башы экендигин түшүнгөн Манас атынын тизгинин тартты. Жылкыга тиген сен кимсиң? Ачуун сурады баатыр кыйтуучагадан. Мен ара шаар адамы, кыйтууча деген эрмин, кыйкыра жооп берип калмак. Эмне максат менен келдим? Издегеним ким? Издегеним силерсиңер, буруттар, ызырынды кыйтуучага. Максатым түбүңөргө жетүү. Биз сага эмне жамандык кылдык? Силерди Кудай уруптур. Чыйыкты жер кылып, жыргап, желдеп турганыңар көзүңөргө көп көрүнүптүр. Талаадагы кыргызды тууган кылып, Панус канды баш кылып, баатыр сынып турасыңар. Бирок эч качан силердин айтканыңардай болбойт. Бизге үстөмдүк кыла албайсыңар. Мен силер сазайыңарды беремин деп бакырды кыйтуучага. Анын 1000 кишиси Манасты 90 аскерди тооппой айгай салып, башчынын буйругу боюнча 36га бөлүнүп, ойдон тоодон көрүнүп, жылкыны айдай башташты. Жылкыга тийгендер кээ бирлери малакайын колго алып, бакырып жүрүштү. Башкалар жылкыны айдап, тебетейин колго алып, теминип жүрөт. Добулбаска күү кагып, чертип жүргөн, тартылдатып мылтыгын атып жүргөн, мөңдүү жабуу ураанын айтып жүргөн калмактар толтура. Баатырда өзү болгонсуп, баар кайраты толгонсуп, калмактар кыйкырып жылкыга тийишип, кыйгылашып киришти. Айылдагылар башчыларга эч кандай каршылык көрсөтө алышпады. Себеби көбү
жаңы туғандармен жақындан танышып, исламдағы арам адалды сұрап білу үшін Ташкентке кетіп, айылда еркек кіші аз қалған. Айылда қалғандар ағытып атын салғандар аңқайған бойдан жөө қалып, қитучаға ешкім көзге ілместен айылдар чаң салды. Қойнотқа жылқы қой бостан айдап тиіп ұлашып, аял бала, қары жаш, арқасынан жылқының жетпей қалып чуылашып, жылқышы қойшы барысы жылқысынан айылып, жыла алышпай қалышты. Кейіш табалда қалған айлықтарға жардамға шашқан Манас қарданып, жолдоштарменен жолында жолыққан қалмақтарды өлтіргенін өлтіріп, жарадар қылған жарадар қылып, қызыл қырғын салғанда қитучаға аябай зар болды. Аскерлермен қол көтергенде, аларды өлтіргенде, сілер кімсіңер, жантуылар, өкірді алып, тереңер тескері сыйылмасам, мен болбай қылайын. Қитучаны құдай ұрды. Манастың кім екенін білбей, қиынсынып, қапілет жерден қачырып, аға жетіп барды. Манас аны найзамен қойғанда, қалмақ тебетейде тебелен атынан ұшып düştü. Сайылған найза анын арқасынан алты сөйіп ұшы шығып қалып, атыршылып келен қитуча ажалын тапты. Қыран Манас шаңды қиқырып, қалмақтардың дағы бір батыр сол онбашы Данайға чаап барып, аны да қитучанын артынан тиге дүйнөгө жөнелтті. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта болгула.